Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақта біз пәнге деген уәжі төмен оқушыларға арналған жоспардың мазмұнымен қысқаша таныстыратын боламыз. Ең алдымен жоспар жасамас бұрын біз алдымызға мақсат қоямыз. Осы мақсаттан біз міндеттерді айқындап аламыз. Сонымен қатар міндетті түрде үлгерімі төмен оқушыға арналған ереже болу керек, соған бағынамыз. Және үлгерімі төмен балаларда байқалатын ерекше қабілеттер болады, соны білуіміз керек. Сондай-ақ сабақ кезіндегі оқушының міндеті, үлгерімі төмендеген оқушылардың ата-аналарының міндеттерін біліп отыруымыз керек. Құрметті әріптестер, үлгерімі төмен балаларға қолдау көрсетілген жағдайда ғана олардың үлгерімінде өзгеріс болуы мүмкін. Енді мен сіздерді жалпы жоспармен таныстырып өтсем. Жоспар кіріспе, негізгі және қорытынды бөлім деп 3 бөлімнен тұрады. Міндетті түрде кіріспе бөлімінде алдымен мектеп мамандарымен өткізген сұхбат арқылы оқу үлгерімі төмен оқушылардың үлгерімі тәсілдерін анықтап аламыз. Олар психолог, медбике, жеке ата-аналармен әңгімелесу барысында баланың өзімен де міндетті түрде кездесу керек. Мектеп психологының ұсынысымен бекітілген пәнге деген уәжі төмен балалар тізімі бойынша мәліметтер базасын құрып аламыз. Сондай-ақ үлгерімі төмен балалардың пән бойынша әлсіз тұстарын анықтау мақсатында жетекші сұрақтар дайындаймыз. Үлгерімі төмен оқушылардың деңгейін көтеру жұмысы бойынша ұзақ мерзімге жоспарлаймыз. Жоспарды өте күрделі етіп алмадым, өйткені баланың деңгейін біз міндетті түрде ескеруіміз керек. Мен жоспарды жаратылыстану, сауат ашу, математика пәні бойынша араластырып алдым. Ол жоспардың мерзімін аптасына 1 рет, күнтізбелік тақырыптық жоспарға сәйкес және әр сабақта деп бөліп алдым. Бұл жерде жекелей әңгіме және пікір өткізу, суретке қарап ойлану, сөйлету, қызықты текшелер, геометриялық фигуралармен жұмыс, қазақтың төл дыбыстары у, ү, н, ң, ы-ді шатастыратын балалар бойынша осының ұқсастықтар бойынша тапсырма беру, кім жылдам, яғни ойын ойнату арқылы адасқан әріптер ойыны, сандар сөйлейді, нүктелер арқылы фигуралар салу, әріптерді орналастыру, суретке қара, ойла, суретке қаратып әңгіме құрастыру. Кез келген тапсырманы қызығушылық әдетіне қарай беріп отыруымыз керек. Ал қорытынды бөлімінде міндетті түрде үлгерімі төмен оқушымен атқарылған жұмыстардың 90-дық есептері, ол баланың жұмыстары файлға жинақталады. Пәнге деген уәжі төмен балаларға жүргізілген диагностикалық сараптама қорытындылары, олардың оқу сапасының өзгерістері туралы мониторинг жүргізуіміз міндетті. Құрметті әріптестер, мен құрған жоспардың үлгісі осындай. Сіздерге жоспар ұнады деген ойдамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.